Тағы не мәселе айта беріңіздер. Не мәселе болушы сол жоқшылық баяғы. Қымбатшылық десе? Қымбатшылық бәрі қымбат. Ой, жоқтан басқаны айтпайды екенсіз. Осы күйеуіңіз бір жоқты айтпайды ғой dey. Ой, мен карт ойнаймын, лот ойнаймын, өз ақшам өзімде. Қойшы бұны. Магазинге кіресің, бәрі қымбат, қымбатшылық, бағасын көресің, деп шошисың да қайтасың. Бұл мәселені шештік. Қалай шештіңдер? Ертеңнен бастап кімдегі магазиндегі бағаларды көріп, деп шошитын болса сіз сияқты. Жауапқа тартамыз, соттаймыз. Бұл мәселе шешілді. Қарын ашты. Қатын не дайындадың? Өлең. О туған жер, қадіріңді кім білген, мен қырыңнан теруші едім бүлдірген. Есің дұрыс па или психсың ба? Қандай тамақ дайындадың деймін саған? Қандай тамақ дайындаймын? Азан кешкен арақ ішіп тентіресіп, түк продукты жоқ үйде, өлең дайындадым. О туған жер, қадіріңді кім білген. Ақ бөлек киген, көк бөлек киген. Депутат мырза, бір сұрақ. Бір сұрақ, өтініш. Тез айда, уақыт жоқ, бірақ сұрақ қой. Не ғой, қазір білесіз, халықтың жағдайы мүшкіл. Жұмыс жоқ, айлық аз, халық аш жалаңаш. Осы мәселенің шешімі бар ма? Бар. Қандай? Қандай болғанда сендер қыдырып жүргендеріңді, ішіп жеп отқандарыңды Инстаграмға, интернетке самасыңдаршы. Оны жоғардағылар көріп, жағдайларың жақсы екен деп отыр. Давай, короче, мен ұйықтаймын. Ұйықтаймын деп жұмысқа кіремін. Айта беріңіздер, бітпейтін не мәселе осы сіздерді? Мәселе болғанда отопленияның бағасы қашан түседі? 3 ай бойы отопление төлейміз деп тас жейтін болдық қой. Мыналардың бәрі асып тозып жүншіп кетті ғой. Қашан түсіресіңдер отопленияны? Бұл мәселе 2027 жылға дейін шешіліп қалады. 2027 жылдан бастап сонда отопление бағасы түсе ме? Жоқ, 2027 жылдан бастап 3 ай қыста Африкада ма, Египетте ма ыстық жерде өмір сүріп келесіңдер ғой 3 ай. Африка, Египет несі? Түк түсінбедім, не айтып тұрсың? Қалай түсіндірсем екен? Былай ғой, 2027 жылға дейін отопление бағасы түспейді. Жылдан жылға өсе береді. 2027 жылы қыста, 3 ай қыста Қазақстанда өмір сүргенше, Египетте ма, Африкада ма өмір сүрген арзанға түседі ғой сіздерге. Түсіндіре алдым ба? Түк түсінбедім. 3 ай қыста сонда біз не шетелде өмір сүреміз, а? Түк түсінбедім. Ой, біле, түсінбейтін несі бар я? 3 ай қыста семья бала-шағамызбен шетелде өмір сүреміз. Африка, Египетінде. 3 ай семьямызбен шетелде өмір сүргеніміздің ақшасын ішіп жегеніміздің өкімет көтеріп береді біз үшін. Сондай ғой? Жоқ қой, Құдай сақтасын. Жаңағы 3 ай отопление төлейтін ақшаның жартысына шетелге барып демалып келесіңдер ғой, қыста күні. Бізде нелерің бар? О, шешең, онда өлдік десей бәріміз. Неге тештік па? Семья бала-шағамызбен полный кредитіміз просрочкада ғой, черный спискідеміз, шетелге шығамаймыз біз. Шетеліңде шешең микрорайонға барамаймыз, коллекторлар ұстап алады. Мен өлмеймін енді. 3 ай қыста Мишаның гаражында жата берем, мыналар таза өлді шешең. Тас болып қататын болды. Болмаса сен үйіңе апарып тастаймын әкім, 3 ай қыста мыналар сен үйіңде өмір сүреді. Точно сондай болатын болды ғой. Болады ғой. Че там, брат? Шықса, брат, кеттік питаққа. Қане қамыр? 100 грамм? Болып шығам қазір, тұра тұр, киіп шығам. Мә барасың, мен жұмысқа кетіп баратым, сыртыңнан құлтап кеттім, міне. Тоқта, кілтті әкел шешең, балкондан секірем дезін ақ. Депутат мырза, бір сұрақ. Айта бер, не болып қалды? Депутат мырза, бір сұрағым бар еді. Қоя бер. Мысалы деймді, өкімет түрмедегі зектерге 3 мезгіл тамақты тегін береді, ал мектептегі оқушыларға тамаққа ақшаны ата-аналардан алады. Бұл қалай? Шынымды айтайын ба? Айтыңызшы. Өзіміз үшін ғой. Қалай өзіміз үшін? Мысалы біз депутаттар, чиновниктер мектепке қайтып бармаймыз. Ал түрмеге түсіп қалуымыз мүмкін. Бірақ шынға айтып қойма. Шынға айтып қойма болғанда кешкі 7-те жаңалықтардан көрсетеміз ғой.
Өшір бауыр, мен қанша дейсің? Қанша болғанда Каспийіме бір 500 мың аударып жіберсеңіз болды, өшіріп тастайын. Болды, Каспийіңді. 8-700. Ал қатын праваға экзам тапсыруға дайынсың ғой, Иә. Қазір кірген кезде А десе Б деп лағып тұрма, өмір бақи права аламай қаласың. Білем. Давай, бір тексеріп көрейші сені. Қызыл кірпіштің сүйреті бар знак нені білдіреді? Строительдердің көшесі ма? Депутат мырза. Не білемін сен, артын андып жүрсің, адамсың ба, шайтансың ба сен бала? Жоқ, біздің жұмыс осындай ғой просто. Не ғой, депутат мырза, сіз қарапайым халық тамақ ішетін жерден обед ішіп отырсыз? Мен адам емеспін, обед ішпеймін ба? Жоқ, депутаттардың өздерінің обед ішетін столовый бар емес па министерствода? Ол жақта бір айлық тамағын бір аптада жеп болған мен, лимитім тұтпаған. Ас болсын енді, не ғой? Депутат мырза, бір сұрағым бар еді. Қойшы. Мысалы, Қазақстанның газы жерден шығып аққан, мұнайы қазақтың өзінікі ғой, халықтікі ғой, Әрине. Онда не халық өзінің газын, мұнайын, бензинін ақшаға сатып алып отыр? Енді қазақ халқы кең ғой, ол қол ашық жомарт қой біздің халық. Болды ма? Осы ма жауабыңыз? Не енді басқа не? Саған ертең айтып отырайын осы жерден. Арсыз екенсіз. Ау. Ой, ас болсын дегенім ғой, ас болсын. Рахмет олайын, болды ма? Болсын ба шаймен тамашаладым соң. Да. Алло, Жан, Ау. сейчас я на работе, потом поговорим деген сөздің қазақшасы қандай? Түсінбей жатырмын. Мен қазір жұмыстамын, сосын сөйлесеміз. Ойлай, мешать етіп жатыр ма? Мейлі онда, давай, үйге келгенше сөйлесеміз ғой. Ей, алло. Оқымаған қатынаған осы ғой әке. Не істеймін, аз жазып кетейін бәш. Депутат мырза, бір сұрағым бар еді. Так, қандай сұрақ? Мысалы, чиновниктерге, депутаттарға қоғамдық көлікпен, автобуспен жол жүру тегін ғой, Иә. Онда не сіздер өкіметтен бір көлік аласыздар, автобуспен жүрмейсіздер. Енді халықпен жағаласпен дегенбіз ғой. Біз өлмейміз ғой, біз жүрмейміз. Халықтың жағдайын қатты ойлайды екенсіз. Енді? Табақ. Ау. Табысты болыңыз дегенім ғой. Әумин. Болды ма, кете берейші. Осы табысты болыңыз ба, тоқтың шайын алайын. Қабылмай қолы ма, қасына іштеген жағаласың ма тұрайын. Қаяқта жүрсің? Кешіріңіз, ұйықтап қаптым. Ұйықтап қалдың ба, не сағат 10-25 кетсе, шоферсің ба, еш жақсың ба? Анаяқта мені халық күтіп отыр, жиналсын бар ғой қазір. Жапшы қатын аузында. Ой. Кешіріңіз, басеке. Қатын тура сөз ұстап, миым дейді, соған әдет болып қойған ғой. Айдашы. Менің кәсібім күлдіру болса деймін мәңгі, іздей берсем екен сіздерге әзіл қалжыңдарды дәмді.